Құрметті оқушылар, бүгін біз 9 сынып Қазақстан тарих пәні бойынша 3-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын талдап орындайтын боламыз. Алдарыңызда жиынтық бағалаудың құрылымы белгіленген. Бөлім 2 бөлім бұнда Қазақстан қайта құру кезеңінде 1986-1991 жылдар, Қазақстан мемлекеттігінің қайта жаңғыруы 91-96 жылдар. Тексерілетін мақсат белгіленген, ойлаудағылардың деңгейі және тапсырма саны бізде 5. Барлық жинау қажетті шәкіл саны 30 балл жинау қажет етеміз, құрметті оқушылар. Бірінші тапсырмада ксро ыдырауы заңдылық па әлде кездейсоқтық па? Өз пікірімізді жазамыз, дәлел келтіріп түсіндіреміз. Екінші тапсырмада тарихи құжатпен суретпен танысып сұрақтарға жауап береміз. Бірінші А нұсқасында тарихи құжатпен жұмыс және В нұсқасында тарихи суретпен жұмыс. Үшінші тапсырмада Қазақстан әлемге танылуына әсер еткен бастама болған тарихи орталықты анықтайтын боламыз. Төртінші тапсырмада жоспарлы экономикадан нарықтық экономика көшудің себептерін жазамыз. Бесінші тапсырмада Қазақстандағы 90 жылдардағы дағдарыс кезеңдегі әлеуметтік саланы сипаттайтын боламыз. Онда құрметті оқушылар, өз жұмысын талдау жұмысын бастайық. Бірінші тапсырманың жауабы былай келтіруге болады. Менің ойымша, ксро-ның ыдырауы заңдылық деп санаймын. Өйткені бірнеше жылдармен бойы жиналған әлеуметтік, экономикалық, саяси жағдайлар өз шарықтау шегіне жетті. Қалыптасқан саяси жағдайларда ксро-ның ыдырауына бастамашы болды. Келесі екінші тапсырмада тарихи құжатпен суретпен танысып сұрақтарға жауап береміз. А. Тарихи құжатпен жұмыс, В. Тарихи суретпен жұмыс. Тарихи құжатпен жұмыс. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы 1991 жылғы 16 желтоқсан, сан 7 тарау 18 баптан тұрады. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін бүкіл әлемге жария еткен бірден бір маңызды тарихи құжат болып табылады. Тарихи суретпен жұмыс. Президент ұлықтау рәсімі Алматы қаласы 1991 жылы 10 желтоқсан белгіленген. Үшінші тапсырмада Қазақстан әлемге танылуына әсер еткен бастама болған тарихи оқиғаларды анықтайық. Маңызды уақыттар, тарихи оқиғаның маңызы. Маңызды уақыттар: 1991 жылы 29 тамыз елбасы жарлығымен Семей ядролық сынақ алаңы жабылды. Қазақстан ядролық қарудан ерікті түрде бас тартқан дүние жүзіндегі алғашқы мемлекет болып тарихта қалды. 1991 жыл 21 желтоқсанда маңызды уақыттар: тарихи оқиға тәуелсіз мемлекеттер достығы, яғни ТМД-ның құрылуы. Тарихи оқиға маңызы: ксро-ны ыдыраған соң Қазақстан ТМД мемлекеттері арасындағы экономикалық байланыстарды қайта құру, нығайту және одан әрі дамытуға қатысты бастамашы қызметін атқарды. Келесі 1992 жылы 2 наурызда қандай маңызды уақыт болды десеңіздер, тарихи оқиға Қазақстан Республикасының ұлттар ұйымына мүше болу қабылдануы. Оқиғаның маңызы: Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 46 сессиясында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанның халықаралық саясаты мәселелері бойынша сөз сөйледі. Өз сөзінде ядролық қарусыздандыру және таратпау мәселелері, жаппай қырып жою қаруын жою жөнінде нақты қадамдарға көшу қажеттігін атап өтті. Төртінші тапсырмада жоспарлы экономикадан нарықтық экономика көшудің себептерін жазатын боламыз. Жоспарлы экономика ерекшеліктері: ксро-да және басқа да социалистік деп аталған елдерде қолданылған экономика жүйенің ұйымдастыру тәсілі. Мұнда материалдық қорлар мемлекеттік меншік болып есептеліп, барлық кәсіпорындардың экономика қызметі директивалық жоспарлау, яғни жоғарыдан басшылық ету нұсқау берген мағынамалар, құрметті оқушылар, басқару бақылауларын бағытталып үйлестіріп отырды. Нарықтық экономиканың ерекшеліктері: нарықтық экономика, рыноктық экономика, базарлы экономика, еркін кәсіпкерлік, өндіріс құрал жабдығына меншік нысандарының көптігі, нарықтық баға белгілеу, шаруашылық жүргізуші субъектілер арасындағы алғышарттық қатынастар, мемлекеттің шаруашылық қызметке шектеулі түрде араласуы қағидаттарына негізделген экономика, яғни тауар мен қызметтерді өңдеу, бөлу, оны бағдарламау және реттеу саласы нарықта біріктірілген экономика. Құрметті оқушылар, енді бізде осы 4-ші сабақта нарықтық экономика көшу себептерін айтайық. Бұнда одақтық республикалармен экономикалық байланыстың үзілуі, республиканың арасында уақытында өнімдердің жеткізілмеуі, 90 жылдары экономика деңгейі 55 пайызға төмендеуі. Нарықтық экономикаға көшу барысында қиыншылықтардың себептерін анықтайтын болсақ, басқа республика қарағанда Қазақстанның шикізат саласы ескірген инфраструктура, кәсіпорындар мен техникалық жабдықтар
экстенсивті дамыған ауыл шаруашылығы дүниежүзілік стандартқа сәйкес келмеді. Өндірістік қуаттарды құрылыс нысандары іске қосу күрт қысқарды. Көлік байланысы 60%-ға қысқарды. 5-ші тапсырмада біз Қазақстанның 90-шы жылдары дағдарыс кезінде әлеуметтік саланы сипаттаймыз. Қазақстандағы 90-шы жылдары дағдарыс кезінде әлеуметтік саланы сипаттау. Нарықтық қатынастарға өтудің алғашқы кезеңінде қазақ халқының басым бөлігінің өмір сүру деңгейі нашарлап, кедейшілік белгісі біліне бастады. Қоғамда табыс деңгейі бойынша ерекшеленетін әлеуметтік жіктелу жүрді. Яғни дәулетті және кедей адамдар тобы қалыптасты. Әсіресе жалақылары төмен, әлеуметтік санатқа жататын топтардың жағдайы қиын халдеді. Мұғалімдер, дәрігерлер, инженерлер, бюджет қызметкерлері осы санатқа кірді. 2000 жылдардағы әлеуметтік саланың дамуын сипаттаңыз. 2000 жылдың басында әлеуметтік саясат тұрақты экономикалық өсу жағдайында жүргізілді. Зейнеткерлерге, ұлы отан соғысы мен еңбек ардагерлеріне, көпбалалы аналарға, толық емес отбасына, жағдайы төмен тұрғындарға әлеуметтік көмек көрсету басты мақсат болды. Елдегі ақшаның құнсыздану көлемі 2002 жылы 7%-дан төмен мөлшерге түсті. Тұрғын үй құрылысын сипаттаңыз. Нарыққа көшкеннен кейін тұрғын үй саласында айтарлықтай өзгерістер болды. 1990 жылдан бастап тұрғын үй салуға ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несиелер беріле бастады. Еліміз нарықтық қатынастарға енуіне байланысты адамдарды үймен қамтамасыз ету тоқтатылғанмен, мемлекет әлеуметтік қорғауды қажет ететін халықтың үй алуына жағдай жасады. Мемлекет тарапынан ұзақ мерзімді жеңілдікпен несие беру арқылы халыққа көмек берілді. Жақын шетелдердегі қазақ диаспораның жағдайын сипаттаңыз. Қазақ диаспорасы саяси және діни себептердің салдарынан күшейту немесе мәжбүрлеу сипатындағы көші-қонды бастау кешірді. Қазақ диаспорасы өкілдері барша қазақ халқының құрамдас бөлігі болып табылады. Бірақ өткен тарихта ішкі және сыртқы саяси оқиғалар салдарынан қазіргі кезде отаннан тыс жерлерде, яғни Азия, Батыс Еуропа және Америка елдерінде тұрады. Қазіргі кезде түрлі ақпарат көздерінің мәліметтері бойынша сырттағы қазақ диаспорасы өкілдерінің саны 5 миллионға жуық.